Бұл сызба нұсқа менің жас өспірімдерге ықпал етуіме көмектеседі. Оларды мәсіхке бет бұруға шақырғанда, сөз сөйлердегі жазбаша дайындығыма және басқа да жағдайларда көмектеседі. Міне біздің құндылықтарымыздың жетегіндегі әрекеттеріміз, олар біздің сенім нанымдарымызға тәуелді. Ал сенім нанымдарымыз жасөспірім сенім артатын, отбасындағы қарым-қатынастан туындайды. Әрине, мен бұл киелі рухтың жұмысы екенін білем. Ол біздің қарым-қатынасымызды қолданады. Әлемге әйгілі Джон Хопкинс медицина мектебі бір қызықты ғылыми зерттеуге тапсырыс берді. Томас және Дуазунский есімді екі профессорға тапсырыс бергені. Енді мұқият тыңдаңыз. Джон Хопкинс медицина мектебінің 1377 түлектерін 30 жыл бойына зерттеуді тапсырды. Мәссаған, ғаламаттығын қараңыздар, 1377 адамды 30 жыл бойы. Ғалымдардың білгісі келгені ортақ себептің табылуы. 5 түрлі аурудың бала өскен кезде пайда болуын алдын ала болжау. Басқа сөзбен айтқанда, балаға көз тастап, оның өскеннен кейінгі уақытында осы 5 аурудың балада пайда болуы мүмкіндігінің жоғары екендігін анықтау. Әңгіме психикалық ауытқу, гипертония, қатерлі ісік, ишемиялық жүрек ауруы және суицидке бейімділік жайында. Баланы бақылай отыра, былай айталуға болады ма? Міне мына фактор орын алған. Ондай болса, ересек жасында осы ауруға шалдығу мүмкіндігі жоғары. 30 жылдық зерттеуден кейін Америкалық медицина бірлестігі тұжырымдарын жариялады. Және ортақ себеп біреу ғана болды. Бір этиологиялық фактор, және ол диета емес, Құдайға шүкір, және гимнастикада емес. Аллилуйя. Бұл не болғанын білесіздер ме? Ата-ананың бірімен қарым-қатынасы, ал нақтырақ айтсақ, әкемен. Сіздер қойшы, мүмкін емес деулеріңіз мүмкін. Мен де солай ойладым. Сондықтан Джон Хопкинстің медицина мектебіне жеке қоңырау шалдым. Ол жерде маған жауап бере алмады. Бірақ әлгі зерттеу жүргізген екеуінің байланыс нөмірлерін берді. Содан білесіздер ме? Шамамен 3 минут ішінде олар маған әкемен қарым-қатынас пен осы 5 айтылған аурудың тікелей байланысын түсіндіріп берді. Осы әлемдегі барлығы, нәсіліне, ұлтына, бай немесе кедей отбасына жатқанына қарамастан, бір фактор бар. Ол осы аурулардың дамуына түрткі болады. Білесіздер ме бұл не екенін? Стресс. Не дерсіздер? Стресс осы 5 аурулармен тікелей байланысты. Енді елестетіп көріңіздер. 30 жылдық зерттеу қалжың емес. Бала сүйіспеншілікте, жылулық пен қабылдауда, әкесімен тамаша қарым-қатынаста өсіп, ер жетті. Оның өмірінде стресстік жағдайлар бар, бірақ оларды сәтті жеңіп шығады. Байқап қарасаңыздар, әлемдегі барлық нәрсе қарым-қатынасқа келіп соғатын сияқты. Және жақын арадағы ғалымдардың дәлелдері бойынша, тіпті дүниеге келген бірінші күннен бастап, сәбидің миы биологиялық тұрғыда қоршаған ортамен байланысқа қарым-қатынасқа бағытталады. Сонымен, осы жетіспеушілік баланың өскен шағында денсаулығына қалайша тікелей әсер етпейді.